Дауыс беру азаматтық парыз, жарқын болашаққа деген бір қадам дейді ақтөбеліктер. Сондықтан саяси науқанға деген көзқарас салмақты болуы керек деп есептейді. Сауалнама кезінде көпшілік елдегі тарихи шарадан кенде қалмай, қарашаның 20-сы күні дауыс беретінін жеткізді. Әрине, еліміз үшін маңызды, барамын, және өз дауысымды беремін, өзіме сенімдімін. Әлбетте мен сайлауға қатысам. Өйткені халықтың мүддесі, баршаңызды сайлауға қатысуға шақырамыз. Біздің мүддемізді қорғайық бірге. Барам, дауыс береміз. Маңызды, иә. Енді елім үшін қалай бермейміз? Береміз. Бәріне де айтатын жаңағы енді бірігіп Қазақстанның жаңа несін көтерейік. 20 қараша күні өтетін сайлауға барам. Міндетті түрде өзіміздің таңдауымыз бойынша бағытымызды жасап, сайлауға қатысып, дауысымызды береміз. Міндетті түрде бәріңізді шақырам, сол жаққа келіп дауыс беріңіздер. Еліміздің міндетін атқаратын ел билеушілер әділ, адал бола берсін.